Қайырлы күн менің құрметті тыңдармандарым. Әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Әңгіменің авторы Ғайни Абнасурова. Айжамал жұбайлық өмірге үйрене бастады. Ана тәрбиесін көрген бойжеткен үй шаруасын бірден дөңгелетіп әкетті. Айжамалдың сұлулығы бүкіл ауылға аңыз болды. Көрші көлемде, тіпті бала-шағаға дейін түскен келінді көруге асық. Сылтауратып түрлі нәрсе сұрап келгіш. Басында зообақты тамашалаған адамда елдің сұқтана қарағанына ыңғайсызданатын. Біртіндеп оған да еті үйрене бастады. Шашы тізесіне түскен, аршыған жұмыртқадай аппақ жас келінге тамсанбаған адам жоқ. Көшенің арғы бетінде тұратын оқушы қыздарға дейін Балғабектің үйін жағалайды. Иін ағашпен үзіле су әкеліп жатқан сұлуға елдің сұқтана қарағаны Балғабекке ұнамады. Айжамалға көшеге шығуға, су тасуға тыйым салды. Суды Балғабектің өзі жұмысқа кетерде әкеліп қояды. Балғабек күні бойы жұмыста, Айжамал зеріккенде кітап оқиды. Оқып отырып ойға шомады. Тағдырына мойынсұна бастады. Бір аптадан кейін оқуы басталады. Балғабек жұмыстан ақысыз демалыс алып, екеуі қалаға бірге баратын болып шешті. Таңертең күйеуіне таңғы ас беріп отырған Айжамал, Балғабек қалаға кететін уақытта таяп қалды. Бүгін ата-анамның үйіне барып келейін деді жай ғана. Онда өзің жалғыз жүрме, мен сені жолда апарып тастайын, кешке бірге қайтамыз, деді шайын ұрттап отырып. Айжамалдың ата-анасы үйде екен, қызы мен күйеу баласының келгеніне қуанып қалды. Балғабек жомарт ағаны алып жұмыс жаққа кетті. Айжамал анасының тізесіне басын қойып қыз күніндегідей еркелей қарады. Мәкен апа аяулы алақанымен қызының шашын сипап отырып, бар ақылын айтуда. Кенет қақпаны біреу ұрғандай болды. Айжамал орнынан тұрып сыртқа шықты. Пошта тасушы бала екен. Мұхтарова Айжамал, сіз бе? Сізге хат келіпті, деп хат ұсынды. Хатта иесінің аты жөні жазылмапты. Әй жалған-ай, кімнен екенін білмесе де жүрек шіркін сезді. Аяқ-қолы ұйып қалғандай бір орнында тұрып қалды. Терезеден анасы, қызым, келген кім дегенде барып есін жиды. Жүгіріп үйге кірді де көрші қанат ағаны іздеп жүр екен деп бөлмесіне өтіп кетті. Айжамалдың бөлмесіндегі заттар сол қалпында. Айжамал төсегіне отырды да қолы дірілдей отырып хатташа бастады. Жамалым, деп бастапты хат иесі. Айдай сұлу Айжамалым, жүрегімнің иесі өзіңсің жаным. Сені қатты сағындым, айдай жүзіңді сағындым. Өзіңмен кездесетін сәтті асыға күтіп жүрмін. Айдың нұрынан жасалған жүзіңді сағындым. Сен менің періштемсің. Жамалым-ау, осы уақытқа дейін хат жазбады демегін. Елге барғаннан кейін әкеме өзің жайлы айттым. Әкем қатты қуанды. Анам қайтқалы көңілі жарым еді. Үйленем дегенінде қуанғанын көрсең, әсіресе қарындасы Мәз. Сөйтіп үй жөндеу жұмыстарының қамымен жүргенде әжем сырқаттанып қалды. Дәрігерлер жасы келген әжемді алып қала алмады. Анамның орнына ана болған аяулы әжемді ақтық сапарға шығарып салдық. Сенің көңіліңді түсіргім келетін ойым жоқ. Болған жайды баяндап отырғаным ғой. Екеуміз жақында бір адамға айналамыз. Күні түні ойымнан еш кетпейсің. Әрі қарай оқуға Айжамалдың шыдамы жетпеді. Көзінің жасы сорғалаған жас келіншек еңкілдеп жылады. Өзін емес Әсетті аяды. Әсеттің алдында өзін кешірілмес күнә жасағандай сезінді. Аяулысына қастандық жасады. Қолдан жасалған қастандық. Бейшара Әсет-ай. Айжамалдың өзге жігіттің етегінен ұстағанын сезбейді-ау. Айжамалдың сертіне беріктігіне титтей де күмән келтірмеді-ау. Балғабек пен Айжамал қалаға келіп пәтер жалдады. Балғабек Айжамалды сабаққа өзі апарып, сабақтан соң күтіп тұрады. Қаладағы Балғабектің бар жұмысы Айжамалды күзету болды. Келіншегін ұшқан құстың қанатының суылынан да қызғанатын. Оның үстіне өткендегі оқиға Балғабектің есінен кетер емес. Әдеттегіде Айжамалды оқу корпусының алдында күтіп отыр еді. Қатар тұрған скамейкада отырған екі қыздың әңгімесі Балғабекті елең еткізді. Құлағын салып тыңдап еді, Айжамал дегенде құлағы шалып қалды. Толқын-ай, Айжамалды білесің бе? Сол қыз күйеуге шығыпты ғой. Қай Айжамал? Бізден бір корпус төмен оқиды ғой, 4-ші курста оқитын ше. Ой, шашы тізесіне түсетін қыз ше, есіңде ме? Әсет деген жігітпен жүруші еді ғой. Ербол мен Меңтайға теңеуші еді ғой бәрі. Екеуіне қыздар қызығып ауыздарының суы құрып жүретін. Я, есіме түсті. Биыл екеуі үйленеді деп еді. Почему-то жазда күйеуге тиіпті. Қой, өткенде бар ғой. Сол жігіт келіпті Айжамалды іздеп. Айжамалдың подругасы бар емес пе? Жанар деген. Сол қыз жігітке жолығып, Айжамалдың күйеуге тигенін айтқанда, ана жігіт еңіреп тұрып жылапты ғой. Мына заманда қыз үшін де жылайтын жігіттер бар екен ғой.
Айтпа деймін, 2 сағат тамжылмай осында күткен екен. Айжамал шықпай қойыпты. Содан әлгі жігіт Айжамалмен кездеспей кетпеймін деп отырып алыпты. Ол қыз неге тез күйеуге шығып алған, 2 қабат болып қалған емес пе? Мүмкін. 2 қыз ауыз-ауыздарына жұқпай, тесік-шелекше өтірік шыны аралас әңгіменің түбін түсіріп отыр. Әңгімеге беріліп кеткендер соншалық бұларды тыңдап отырған жігітті аңғармады. Балғабектің іші астан-кестең, өз құлағына өзі сенер емес. Не болып кетті? Әсет кім ол? Ашуға булыққан жігіт оқу корпусына қарай жылдамдата жүрді. 2 көзі қанталап қарсы келгенді қаға-соға ішке кірді. 2-ші қабатқа көтеріле бере кенет тұрып қалды. Барғанда не демек? Мүмкін басқа Айжамал шығар. Жоқ, күйеуге шығыпты деді ғой. Әрі-сәрі күйде тұрды да әрі қарай жүруге жүрегі дауаламады. Кілт бұрылды да беті ауған жаққа қарай жүре берді. Қанша жүргені белгісіз. Есін жиып тоқтай қалды. Жан-жағына көз тастап еді. Тура алдында сырахана деген жазу көзге түсті. Балғабек сәл ойланып тұрды да сырахананың ішіне кірді. Даяшы қыз қасына лып етіп жетіп келе қойды. Қош келдіңіз деді жымиып. Балғабек шетте тұрған бір үстелге барып жайғасты. Сыраға тапсырыс берді. Сыра да тез келе қойды. Өмірінде ерні ішімдікке тиіп көрмеген жігіт шөлдеп қалған адамдай сыраны сіміріп алды. Ішіне шоқ түсіп кеткендей өртеніп барады. Sıрадан емес естіген әңгімеден жаны күйіп барады. Айжамалдың өзіне адал болып келгенін біледі. Дегенмен Айжамалды өзге түгіл өзіне қимайтын Балғабек қызғаныштан күйіп барады. Әсет деген есім қояншығын қоздыруда. Ызаға булыққан жігіт Айжамал деп үстелді бір қойды. Көзі қарауытқан Балғабек сыраның бірінен кейін бірін сіміре берді. Даяшы қыз, аға сырахана жабылады дегенде барып тәлтіректеп орнынан тұрды. Сабақтан шыққан Айжамал Балғабекті біраз күтті. Екеуі бүгін дәрігерге баратын болып келісіп еді. Бір шаруасы шығып қалған болар деп дәрігерге жалғыз өзі барды. Дәрігерден жүзі бал-бұл жайнап шыққан келіншек қуанышты жаңалықпен бөлісуге үйіне асықты. Балғабек үйде жоқ болып шықты. Айжамал кешкі ас қамына кірісті. Тамақта дайын болды, кеш болды. Балғабектен хабар жоқ. Айжамал сабағына қарады. Келіп қалар деген оймен кітапты оқып жатқан күйі көзі ілініп кетіпті. Көзі ілініп кеткен Айжамал есіктің тарсылдағанынан шошып оянды. Жалма-жан сағатқа қарап еді, сағат тілі түнгі 12-ні көрсетіп тұр. Балғабек неге сонша кешікті екен деген оймен жүгіріп барып есікті ашты. Айжамалдың көзі шарасынан шығып кетті. Есік алдында өле мас болып Балғабек тұр. Балғабек, саған не болған деп шошып кеткен келіншек үйге кірген Балғабек Ай-шайға қарамастан Айжамалды шапалақпен салып қалды. Күйеуінен мұндайды күтпеген Айжамал ұшып түсті. Балғабек деп Айжамал шар ете қалды. Әкеңнің Әсет деген кім деп Балғабек тәлтіректеп барып Айжамалға бас салмақшы болды. Еңіреген Айжамал, Балғабек саған не болды деп шырылдады. Атылатын жолбарыстай төніп келген жігіт, кім деймін саған деп боқтық сөздерді қарша боратып жатыр. Балғабек, тимеші, менің аяғым ауыр, не дедің? Жігіттің дауысында діріл пайда болды. Балғабек, біз бөпелі боламыз деді Айжамал. Балғабектің жүзінде қуаныш пайда болды. Жаңа ғана өле мас болып тұрған Балғабек есін тез жиып алды. Не болғанын енді түсінген жігіт келіншегін құшақтай алды. Айжамал, кешірші мені, мен кінәлімін. Кешірші жаным, жаңаға айтқаның рас па? Мен әке боламын ба? Я, рас. Бүгін дәрігерге бардым деді Айжамал. Әрине, Айжамал Балғабекті кешірді. Өмірінде тірі пенсиядан таяқ тұрмақ ауыр сөз естіп көрмеген Айжамалдың Балғабектен жеген алғашқы таяқ еді. Балғабек екінші рет ешқашан қол көтермейтін болып ант су ішті. Бірақ бұл соңғы таяқ емес екенін дәл осы кезде Айжамал білді ме екен? Әрине, білген жоқ. Қайдан білсін? Дәл осы сәтте Айжамал үшін құрсағына біткен шаранадан артық маңызды нәрсе жоқ еді. Қолында бір шоқ раушан гүлі бар. Әсет Айжамал екеуі кездесетін саябаққа келді. Айжамал келмеген екен. Ғашығын сағынған жігіт жүрегі алабұртып Айжамалды ұзақ күтті. Жамалым кешікпеуші еді, ауырып қалған жоқ па екен деген күдікті ой келе бастады. Кеш батты. Сол күйі Айжамал келмеді. Қоштасарда дәл осы күні кездесетін болып келісіп еді. Әне келеді, міне кеп қалады деген оймен тағы біраз күтті. Қыздың қарасы көрінбеді. Енді күтудің пайдасы жоғын біліп, бірден Айжамал жататын жатақханаға тартты. Кіреберісте комендант әйел, Әсетжан, қалың қалай деді. Сәлеметсіз бе Валя апай, өзіңіз қалайсыз? Я, жүрміз ғой әйтеуір.
Валя апай, Айжамалға келіп едім. Валя апайдың іші қылп ете қалды. Әсет пен Айжамал жайлы жақсы білетін. Айжамалдың тұрмысқа шыққанын да естіген. Қапілімде не айтарын білмеді. Жүрегі алып ұшып тұрған жігіттің жүрегіне жара салуға қорықты. Тек қипақтап, Әсел 117 бөлмеден Жанарды шақырып берші деді. Әсет түкте түсінбеді. Валя апай дей беріп еді. Ойбу, тамақты өшірмеппін ғой. Ой, қарабас қарай, осы ұмытам да жүрем. Әсетжан күте тұр. Қазір деді де бөлмесіне кетті. Әсет аң-таң. Жанар Айжамалдың бір бөлмеде тұратын құрбысы еді. Жанар Әсетпен салқындау амандасты. Қалай Әсет? Не болғанын ұқпаған Әсет. Жанар, Айжамалға айда ауырып қалған жоқ па? Айжамалға не болды? Ауылынан келмеді ме? Жанар, неге үндемейсің? Әлде Айжамалға бірдеңе болды ма? Айжамал аман ба? Әсеттің дауысы қатты шығып кетті. Жанар үнсіз жылап тұрды. Жігітке қалай жеткізерін білмейді. Айжамалдың тұрмысқа шығуы Жанар үшін де күтпеген жаңалық болды. Әсет екеуінің махаббатына өзі куә. 3 жыл қара нанды бөліп жеген жан құрбысының ойда жоқта өзге жігітке тұрмысқа шыққанын естігенде 2 күн жылады. Содан бері Айжамал екеуі сөйлеспейді, өкпесі қара қазандай. Енді Әсетке сол суық хабарды қалай жеткізбек білмеймін, дейді де көзінің жасын сүртіп. Оған сене қояр Әсет бар ма? Жанар, не болды деймін? Менен не жасырып тұрсың? Айжамал тірі ме? Әсеттің дауысы көтеріп сөйлегенін ешқашан естімеген Жанар шошып кетті. Айжамал өлді. Ол енді саған жоқ, деді Жанар еңкілдеп. Әсеттің қолындағы қып-қызыл раушан гүлдері жерге сырғып түсе берді. Өз құлағына өзі сенбеген жігіт 2 қолмен басын ұстап бірер минут тұрды да, Айжамал, жоқ, мүмкін емес. Жанар, бұл қалжың ғой, иә, деді қызға қарап. Әсет, тыңдашы, отыр шәуелі, өзіңді ұсташы. Қалжыңдайтын уақыт емес, Әсет. Айжамал сен үшін өлді. Енді оны бір жолата ұмыт. Айжамал, тұрмысқа шығып кетті, деді Жанар. Өз құлағына өзі сенбеген Әсеттің көзі шарасынан шықты. Жанар, не болып кетті? Мен түк түсінбедім. Айжамал тірі ме? Тұрмысқа шықты деген сөз Әсеттің миына кірер емес. Әсет, сені тастап кеткен Айжамалды әлі тірі ме деп сұрап тұрсың ба? Ол енді өзгенің әйелі болды деймін. Неге түсінбейсің? Әсет, не дейсің? Не деп тұрсың сен? Деп Жанарға оқты көзін қадады. Қалай түсінбейсің? Айжамал күйеуге шығып кетті. Өтірік айтасың. Менің Айжамалым жоқ, мүмкін емес. Айжамал екеуміз уәделескенбіз. Айжамал мені сүйеді, деп Әсет басын шайқады. Жанар үнсіз. Жанардың үнсіздігі Әсетті ойландыра бастады. Кенет Жанарды бірінші рет көрген адамша жүзіне үңіліп, рас па? Рас айтып отырмысың? Айжамал күйдеді. Күйеуге деген сөзге аузы бармай. Жанар ақырын басын изеді. Ендеше рас болғаны ғой. Бүгін келмегені сол екен ғой. Неге Жанар? Сонда жігіт айтуға сөз таба алмай орнынан тұрып кетті. Іші өртеніп барады. Ары-бері теңселіп жүрді де қойды. Кенет тоқтай қалып, Айжамалдың маған сатқындық жасауы мүмкін емес. Құрып кеткір. Ашуға ерік берген жігіт орындықты жұдырықпен бір қойды да басын ұстап отыра қалды. 2 иығы селкілдей бастады. Әсеттің көз жасының жерге тарс-тарс тамып жатқанын Жанар анық көрді. Қапелімде жігітті қалай жұбатарын білмеді. Әсет басын жұлып алды да, Жанар, сонда біздің махаббатымыз қайда қалды? Махаббатқа осыншама сатқындық жасауға бола ма? Махаббаттың ойыншық болғаны ма, деді көзі жасаурап. Жанарда үн жоқ. Жанар, мүмкін Айжамалды алып қашқан болар, ә? Онда мен Айжамалды алып келемін. Жігіттің көзінде үміт сәулесі жылт ете қалды. Егер мәжбүрлеп алып қашқан болса, мен қайтадан алып келемін. Мен Айжамалды жылатып қалдыра алмаймын. Оның тұрмысқа шыққаны маған маңызды емес. Ең бастысы Айжамалдың маған деген сезімі пәк болса болды. Солай ма? Жоқ, Әсет. Айжамал өз еркімен тұрмысқа шығыпты. Сенбеймін. Бәрібір мен Айжамалмен сөйлесуім керек. Әсет, ол сені көргісі келмейді. Ауылда оқушы кезінен жүрген жігіті бар екен. Есімі Балғабек. Мен де бұрын естімеген едім. Айжамалдың өзі айтты. Қазір тұра тұр деп жатақханаға кіріп кетті. Қайда келді де Әсеттің қолына бір жапырақ қағаз ұсынды. Әсет қолы дірілдей, бұл не?
деп еді. Айжамалдың саған жазған соңғы хаты деді. Әсет, Айжамалды ұмытқаның дұрыс. Ол күйеумен бақытты. Сен өзіңнің бақытыңды тап. Айжамал сенің теңің емес. Уақыт емші. Сен бақытты болуға лайықсың. Жарайды. Қазір жатақхана жабылады. Қош сау бол деді де Жанар ішке кіріп кетті. Дәл қазіргі Әсеттің күйін сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Қатты ашуға жүрегі дауламады. Өзіне бұрыннан таныс скамейкада ұзақ отырды. Көз алдынан Айжамалдың сұлу жүзі кетер емес. Неге бұлай болды? Көкейде жауабы жоқ, сансыз сұрақ сайрап тұр. Жауабын қайдан таппақ? Әрине, соңғы хаттан. Әсет қолындағы хатқа ұзақ қарады. Жоқ, аша алмады. Қалтасына салды да беті ауған жаққа жүре берді. Күздің кешкі салқыны денесін тіктіркендірді. Айналадағы зәулім үйлер, жапырағы сарғая бастаған биік ағаштар, аспандағы жаңа туған ай бәрі Әсетті мазақ қылып күліп тұрғандай. Өзін сұлулығымен баурап алатын қала көшелері сұрықсыз болып көрінді. Айналаға қарады. Бәрі өгей, бәрі сұсты. Әсет өзін бүкіл әлемде жалғыз қалғандай сезінді. Анасынан айырылғанда осындай сезімді бастан кешіріп еді. Міне, тағы да өзі сенген, өзі сүйген адамы мұны тастап кете барды. Неге? Не жаздым? Қай жерден қателестім? Менің маңдайыма тек жоғалту жазылған ба? Сүйгенім үшін жазықтымын ба? Мида сансыз сұрақ. Әсет түннің бір уағына дейін көшеде сенделіп жүрді де қойды. Ойлар жеп барады. Бір кезде досымен бірге жалдаған пәтеріне келді. Қасындағы жігіт туысының үйіне кеткен. Есікті ашып кірді де киімін диванға құлай кетті. Қатты тек ертесіне таңертең оқыды. Қат қысқа жазылыпты. Сәлеметсің бе Әсет? Мен өз қалауыммен тұрмысқа шықтым. Мен бақыттымын. Мені кешір. Сен әлі сүйген қызыңмен жолығып бақытты боласың. Мен сені сүйдім деп қателесіппін. Мен алғашқы махаббатыма қосылдым. Мен іздеме. Мені титтейде сүйген болсаң, менің қазіргі бақытыма кедергі болма. Саған бақыт тілеймін. Сәлемнен, Айжамал. Алматы қаласы, 1987 жыл. Әсет қатты оқыды да үстелге тастай салды. Өңешіне өксік тығылды. Орнынан тұрып терезеге ұзақ қарады. Қош бол деді күбірлеп. Бір апта өткеннен кейін Әсет Жанарға жолығып, Жанар, саған соңғы өтінішім бар. Мына хатты Айжамалға берерсің деді де бұрылып жүре берді. Жанар Әсетті аяп кетті. Бір аптаның ішінде Әсет 10 жасқа қартайып кеткендей көрінді. Іштей Айжамал ақмақсың. Осындай азаматты жылаттың. Ер азаматты жылатқан оңбас деуші еді анам. Бармағыңды тістемесең болғаны деп ойлады. Бәрі уақыттың еншісінде. Сабақ аяқталған кезде Жанар Айжамалға келіп, кеше Әсет келіп кетті. Сен іздеп келіпті деді. Айжамал естімеген адамдай төмен қарап отыра берді. Әсеттің сезіммен ойнадың. Байғұс жігітті бекер үміттендірдің. Сенің тұрмысқа шыққаныңды естігенде екі иығы кемсеңдеп, еңкілдеп жылағанын көрсең. Бірақ саған бәрібір ғой. Оны неге айтып тұрмын? Мынау саған Әсеттің аманатын орындаймын дедім. Мен сен сияқты емеспін. Аманатқа қиянат жасамаймын. Жарайды, сау бол деп Айжамалдың қолына қатты қыстырды да аудиториядан шығып кетті. Айжамал аудиторияда жалғыз қалды. Екі көзінен жас сорғалауда. Сәлден кейін қолы дірілдеп отырып қатты аша бастады. Өзіне таныс Әсеттің маржандай жазуы. Айжамал, мен сені бақытыма баладым. Сенің шексіз махаббатыңа бөлендім. Маған сүйді үйреттің. Болашағымды тек сенімен елестетіп едім. Әттең, серт бердің. Сертіңде тұра алмадың. Махаббатта әлсіздік таныттың. Амал нешік? Есіңде ме? Мұхтар ағаның осы өлеңі туралы екеуміз ұзақ әңгімелескенбіз. Сол кезде сен махаббатқа тұрақсыздық танытқан адам өзі соңында зардап шегеді. Тұрақсыздық махаббаттың жауы деп едің ғой. Сол сөзіңнің бәрі жалған болғаны ма? Сол өлең жолдарын саған қоштасу ретінде арнағым келеді. Амал бар ма? Махаббатқа жан пидалық ете алмадың. Аққу арман жалт бергенде қуып көрдің, жете алмадың. Көлеңкеңнен алыс ұзап кете алмадың. Еркің қайта, сертің қайта маған берген.
Ең шешуші кез келгенде тілің тістеп тұрып қалдың. Бақтым деп ойлаушы едім. Еркелеуші ең ерге балап. Ең шешуші кез келгенде тұрып қалдың жерге қарап. Артық қорлық бар ма әлемде? Сенгеніңнен безінуден, құлай сүйген адамыңның осалдығын сезінуден, көз жасымды көрсетпеуге тырыстым мен саған, бірақ сен деп шыққан сенімімнің биігінен барам құлап. Махаббатқа жан пидалық етпедің бе? Бәрі бекер. Енді қалған қызығыңның нарқы кеміп, мәні кетер. Өзіңнің ең қасиетті әнін қорғай алмаған жан, басқа істе қабілетсіз. Бағы мәңгі жанбаған жан, сірә бағың жана қоймас. Басқанызың кетті кейін. Әйтпесе де мен жылап тұрып, жолың болсын деп тілеймін. Қош бол. Айжамал терең күрсінді. Өмір сынаптай сырғып өтіп жатты. Айжамалдың аяғы ауыр екенін естіген күннен бастап Балғабек Айжамалдың асты-үстіне түсті. Ауыр көтертпепті. Бар жағдайын жасауға тырысты. Қызғаныш сезімінде саулай алды. Алғашқы ішкен sıрадан кейін ішімдікке жоламады. Жұмысқа орналасты. Айжамал Әсеттің соңғы хатын оқығаннан кейін сезім атаулыны жүрегінің түкпіріне тығып, есігіне қара құлып салып қойды. Адам баласы жүрегі қаламаса, ешкім оны сүюге зорлай алмайды екен. Балғабек қанша әрекет жасағанмен Айжамал күйеуіне тек құрмет сезіммен арыға бармады. Тағдырына мойынсынып, тек жұбайлық міндетін атқарумен шектелді. Әрине, Балғабек те оны сезді. Айжамалдың жүрегіне иелік ете алмағанына да күйінді. Дегенмен, Айжамалдың махаббатынан үмітін үзбеді. Әсет есіне түссе орнында дегбірі қашып отыра алмайтын. Айжамалдың өзіне деген немқұрайлы көзқарасын сезген сайын Балғабектің іші қыз қайнағанымен болашақ сәби үшін ашуын ақылға жеңдіріп бақты. Айжамал айы күні жетіп олды болды. Қанмен бірге келген мінез қалсын ба? Балғабектің қызғаншақ мінезі Айжамалға сор болып жабысты. Жолдастармен отырысқа барса, келгенде міндетті түрде үйде шу шығатын. Анаған неге олай қарадың? Неге оған қарап күлдің? Әйтеуір сылтау табылатын. Айжамал өзгелердің алдында күлмек тұрмақ сөйлеуден қалды. Балғабек үйде жоқ кезде бөтен ер адам келді дегенде естісе, сол күні кішігірім соғыс болатын. Балғабектің өзінен 7 жасар кіші інісі Асылбек студент еді. Ата-аналары қайтыс болғаннан кейін Балғабек нағашы әжесінің үйінде болса, Асылбекті әкесінің інісі асырап алған. Балғабектің шаңырақ құрған тойында інісі Асылбек те келді. Содан бері қос бару ажыраған жоқ. Балғабек артынан ерген жалғыз бауырына қамқорлық көрсетіп келеді. Студент бала демалысында ағасының үйінде болады. Айжамал да Асылбекті өз бауырындай көрді. Асылбекті көргенде аңсағанды көргендей болатын. Асылбек бір ақ көңіл бала. Өте ашық, аздап әншілігі де бар. Жеңгесімен қалжыңдап та ойнайды. Әпкесіндей көріп еркелейді. Кішкентай 2 жасар бауыры Арманды ойнатады. Жеңгесінен сырын да жасырмайтын. Жүретін қызы бар екен. Айжамал да қайнысына бар ақылын айтып отырады. Балғабек кейде Айжамалды өз інісінен қызғануды шығарды. Екеуінің шүйіркелесіп отырғаны ұнамайды. Айжамал оны інісіндей көретінін айтып бақты. Балғабек түсінгендей болады, бірақ іштей қызғанышын баса алмады. Әй, қу мінез-ай, түбінде өзіне сор болып жабысатынын, шаңырағының осы қу қызғаныштан ойран болған Балғабек ерте сезгенде ғой. Бірде Балғабек үйге тойға шақыру қағазын алып келді. Өзімен әскерде бірге болған жолдас жігіт үйлену тойына шақырыпты. Шақыру қағазын Айжамалға ұсынды. Жақын жер емес қой. Барасың ба? Барамыз ба десеңші. Қайдан білейін? Айжамал, маған әлі өкпелеп жүрсің бе жаным? Сені қалай қызғанбаймын? Сенен айырылып қалудан қорқамын деп келіншегін құшақтады. Қойшы, мен қайда кетем? Мүмкіндік болса сені адам аяқ баспас аралға алып кетер едім. Екеуміз ғана боламыз. Қайдағын айтпашы. Аралда жалғыз не істейміз? Тамақ суып қалды. Тезірек қолыңды жуып кел деді де ас үйге қарай кетті. Сонымен тойға баратын болып шешілді. Әрі сол қалада Балғабектің немере қарындасы тұратын. Кішкентай 2 жасар Арманды ата-анасына қалдырып Балғабек пен Айжамал пойызбен жолға шықты. Алыстан келген қонақтарды үйленетін жігіттің досы Мәди үйіне күтті. Келіншегі Айгүл дастархан жасап,
зырылдап жүр. Бұл отбасыны Балғабек бұрыннан таниды. Біраз уақыт көріспеген жолдастар әбден сағынысып қалыпты. Екі жігіт келіншегімен қалғаны салт келген екен. Тойдың басы осы үйде басталды. Үй иесі Мәди еттің үстіне ішімдіктің түр-түрін әкелді. Келіншектерге коньяк ұсынып еді, ешқайсысы ішпеді. Жігіттерге арақ құйылды. Ал Балғабектің ішпеймін дегеніне қоймай, жігіттер зорлағандай қылып арақ ішкізді. Бір-екі стақаннан кейін Балғабек қызара бөртіп шыға келді. Түс ауа қонақ келіншегінің бірі Айғаным Айжамалға Шаштаразға барып келейік деп қоймады. Айжамал Балғабекке айтып көріп еді, көңілді жігіт рұқсатын берді. Жол білесің ғой деп үй иесінің келіншегі Айгүлді де ертіп алды. Сонымен үш келіншек шаштарын реттеу үшін салонға шықты. Шаштараз үйден 2 көше төмен екен. Айгүл мен Айғаным шаштарын жасатты. Кезек Айжамалға келді. Айжамал, шашың қандай ұзын? Қалай өсіресің? Мен шашым сәл өссе шыдай алмаймын, деді Айгүл. Иә, Айжамал, сенің шашыңдай ұзын шашты көрмегелі қашан, деді Айғаным да. Шаштараз қыз, тәте, сізге қандай прическа жасайын деп еді. Айжамал, мен жасатпаймын, қажет емес, өзім өріп аламын, деді. Айғаным мен Айгүл қоймады. Тойға күнде келіп жатқан жоқсың. Жасатсаңшы, Балғабек келіншегін танымай қалсын деп қоймады. Екі келіншектің көңілін қимай, бір жағынан өзі де іштей қалап, Шаштараздың орындығына отырды. Ұзын шаш оңай ма? Шаштараз қыз біраз әуре болды. Бір кезде Айгүл сағатына қарап, ойбу, Мәдидің киімдерін үтіктеп едім, мен жүре берейін, деді. Айғаным да, мен де бара берсем, Айжамал ренжімейсің бе, деді. Қапелімде не айтарын білмеген Айжамал келісті. Ұзақ күттіргеніне ыңғайсызданып отыр еді. Айжамал, көшеден адаспайсың ғой. Жаңа келген көшемен тіке жүріп, сосын оңға бұрылсаң болды. Үй көрініп тұрады. 5-ші қабат, 531-ші пәтер. Болмаса қазір ұлымды жіберемін, деді. Екі келіншек Шаштаразға рахметін айтып шығып кетті. Айжамалсыз келген екі келіншектен Балғабек Айжамалды сұрады. Айғаным қалжыңдап, келіншегің сұлу екен, сатып жібердік деп күлді. Ішіп отырған жігіттер мазақ қылып, өз келіншегінің қайда жүргенін білмейсің бе? Айырылдың енді деп күлісті. Киім үтіктеп жүрген Айгүл Балғабектің өңі бұзылып кеткен байқап қалды да, Мәди, қойсаңдаршы. Балғабек, уайымдама, біз асығып кетіп қалдық. Келіншегің шаш жасатып жатыр. Артынан Еркебұлан кетті, деді. Еркебұлан Мәдидің 6-шы класс оқитын ұлы. Балғабектің өңі күреңтіп кетті. Жарты сағатта Айжамалдың шашы да дайын болды. Айнаға қарап көріңіз. Ұнайма, деді Шаштараз қыз. Шаш адамның көркі екен. Айнадан Айжамал өзін танымай қалды. Өзіне бұлай тамсана қарамағалы да біраз болыпты. Шаштаразға алғысын жаудырып үйге қарай бет алды. Артынан келетін Еркебұлан жолда балаларға жолығып ойнап кетіпті. Үйді өзі адаспай тапты. Бар ойы Балғабек не дер екен болды. Оған ұнайтынына күмәні жоқ. Жігіттер киініп есік алдында тұр екен. Балғабек жоғалтқан келіншегін келді. Өзі сұлуланып кетіпті. Айжамал, Балғабекті әбден қорқыттың ғой деп күліп жатыр. Айжамал ыңғайсызданып подъезге кіріп кетті. Әйелдер дайындалып отыр екен. Айжамал да той көйлегін киіп шықты. Аққудың көгілдіргіндей құлпырып шыға келді. Келіншектер Айжамалдың сұлулығына қызғана да қызыға қарады. Балғабек ашудан жарылғалы тұр. Оны байқаған Мәди, Балғабек, жігіттер қалжыңдап жатыр. Көңіліне алма деп еді, Балғабек тыңдамады. Айжамалдың артынан ішке кірді. Айжамал деп айқай салды кірер-кірместен. Әйелдер қатты шыққан дауыстан селк ете қалды. Айжамал жүгіріп шығып, Балғабек, ақырын, ұят болады деп еді. Әкеңнің, кеттік, сөмкені әкел, деді ақырып. Айжамал қапелімде не болғанын түсінбей қалды. Киімдер салынған жол сөмкені алып шықты. Ол да тас салып алғандай ауыр екен. Айжамалдың алдына салып боқтап барады. Түсінбей қалған жігіттер тоқтатпақшы болып еді, Балғабек тыңдамады. Үлкен көшеге қарай жүріп келеді. Айжамал, Балғабек түсіндірші, не болды саған, деді. Ішіп алған Балғабек сөз тыңдар емес. Екеуі жүріп келеді. Айжамалға Балғабекке әрең ілесіп келеді.
өзі тағы бода-бода шығып жылап келеді. Не болғанын ұғар емес. Bir кезде алдынан тұйық көше шықты. Көшеде адам жоқ. Оң жағында ескі үлкен ғимарат бар. Бұрын завод болғанға ұқсайды. Аузына келгенін сөйлеп келе жатқан Балғабек тоқтай қалып Айжамалды шапалақпен салып қалды. Балғабек, менің не жазығым бар? Айтып өлтірші. Балғабек Айжамалды жаңағы ескі заводқа қарай сүйрей жөнелді. Қорқып кеткен Айжамал, Балғабек, құлың болайын, қойшы, не істейтін ойың бар? Балғабек үлкенде бір тастың қасына тоқтады да, кім ана Еркебұланың? Ана қатындардан неге қалып қоясың? Неге қалып қоясың деймін деп шаштан тартқанда Айжамалдың жаны шықты. Бағанағы әдемі шаштың нышаны да қалмады. Ай, шашым, қайдағы Еркебұлан? Ол Айгүлдің баласы ғой, оқушы бала ғой, деді еңіреген Айжамал. Балғабек екінші қолмен Айжамалдың Балғабек ашуға мінді. Түрі адам шошырлық. Өтірік айтпа деймін. Сен әдейі қалып қойдың. Қатындармен бірге бардың ба, енді бірге қайтпайсың ба? Кіммен қалдың ол жақта? Балғабек, олар асығып кетті. Ода тұрған не бар? Шашымды жасата сала келдім ғой. Айгүл артымнан ұлын жіберген екен. Ол ойнап кетіпті. Еркебұлан Мәдидің 6-ды оқитын баласы ғой. Жіберші. Ауа жетпей жатыр деп қырылдады да Айжамал. Жігіттер мені әбден мазақ қылды. Өз әйелінің қайда екенін білмейді деп. Сен өтірік айтып тұрсың. Біреумен кездестің ғой. Айтқаны деп одан әрмен шашын жұла түсті. Осы жерде өлтіріп кетсем де ешкім білмейді. Білдің бе? Мына тасқа миыңды шашып, Айжамал шын қорқайын деді. Балғабек мастықпен не істеп не қойған білер емес. Біткен жерім осы екен деді. Көз алдына балапаны келді. Бейшарай, шешесіз жетім қалатын болды. Балғабек, Арманды ойлашы, өтінемін, ашуыңды басшы. Арман жылап қалатын болды. Балғабек, есіңді жейші. Арманды айтқанда Балғабек сәл жібейін деді. Кіжінген жігіт, осыдан үйге барайық, ісім сенмен болсын. Көтер ана сөмкені, жүр деп Айжамалды итеріп жіберді. Айжамал тамағын ұстап, қақалып тұрып қалды. Зілдей ауыр сөмкені көтеріп Айжамал Балғабектің артынан ерді. Жолға шығып такси ұстады. Айжамал үнсіз жылап отыр. Балғабек әлі сөйлеп келеді. Аузына келгенін айтуда. Bir кезде оң жағында отырған Айжамалдың бетінен жұдырықпен дүңк еткізді. Жұдырық Айжамалдың көзіне тиді. Көзінің оты жарқ ете қалды. Бетін басқан Айжамалдың төбесінен бірнеше рет жұдырықпен періп жіберді. Такси жүргізушісі үнсіз, әйелі мен күйеуінің өз шаруасы ұрама, төбелесе ме, арқасына келісті болды. Барар жеріне апарып құтылса болды. Балғабек жол бойы Айжамалды төмпештеп барды. Жылай-жылай әлі кеткен Айжамал жұдырыққа үйрене бастағандай бетін басып отыра берді. Межел жері Балғабектің немере қарындасының үйі. Бұл үйге Айжамал бұрын келіп көрмеген. Есікті қарындасы жұпар ашты. Көптен көрмеген ағасын көргенде таң қалды. Күйеу жұмыста екен. Үйінде 4 баласы бар. Шашы ұйпа-түйпасы шыққан, көзі соққыдан әрі жылай-жылай ісіп кеткен Айжамалды көргенде жұпар түсінбей қалды. Балғабек, жеңгең болады деп таныстырды. Мән-жайды шамамен түсінген жұпар ештеңе сұрамады. Балғабек Айжамалды осында қалдырды да көзі қайда кетті. Қайда кетсе де Айжамалға бәрібір еді. Тек жанына тыныштық берсе болғаны. Киімдерін ауыстырып, беті қолын жуып жатып қалды. Жатты деген тек аты ғана. Жастыққа басы тигеннен таңға дейін көз жасы құрғамады. Жазықсыз жапа шеккеніне күйінді. Балғабектің қызғаншақтығына еті үйрене бастаған, бірақ мұндай кісі шошырлық, озбырлығын көрмепті. Кінәлі болса жөн басқа. Жазықсыздан жазықсыз осыншама азап көргені жанына батып барады. Жаңағы бір жерде мастықпен басын тасқа ұрса масқара. Ойлауға да қорқынышты. Өз өмірі үшін теттейде өкінбес. Тек ана жүрегін жарып шыққан балапаны арманын қайтпек. Тумай жатып жетім етпек пе? Ана жүрек көз көрген ұлын ойлап жатқанда, жүрегінің астында тағы бір жүрек соғып жатқанда дәл сол сәтте сезбеді. Айжамалды аман қалып қалған
бойына біткеніне 6 апта болған сол жүрек болар бәлкім. Айжамал тағдырына күйінді. Кім кінәлі? Не болды? Сонда бұл не білдірді? Сонша не бүлінді? Не үшін таяқ жегенінде түсіне алмай күйінді? Не үшін? Нені қате жасады? Шынымен кінәлі болып таяқ жесе бір сәрі. Құрып кеткір шашты жасатпасам қайтер еді. Өзіме де обал жоқ. Нем бар еді? Нем бар еді? Түнімен көз ілмей шыққан Айжамалдың таң ата ғана көз ілінді. Қап-қара қол қылқындырып жатыр екен. Шошып оянды. Кешегі оқиғадан қатты қорқып қалыпты. Оянып еді түс екен. Көзіне жас сорғалап жатыр. Ұйықтап жатып та жылаған болу керек. Айжамал төбеден көз алмай біраз жатты. Кешегі оқиға түсі болса екен деп еді, түс емес. Өңеген ойласа денесі түршігеді. Түнде жұпар бұған түпкі бөлмеге төсек салып берген. Орнынан тұрайын деп еді, денесі көтертпейді. Басы да ауырып барады. Бар күшін жинап орнынан көтерілді. Терезеге қарама қарсы тұрған шифонердің айнасына көзі түсіп кетті. Өзіне қарап тұрған әйелдің түрінен шошып кетті. Түрі қандай қорқынышты. Шашы жалбырап кеткен. Қарауға шыдамай теріс айналды. Артына бұрылып қайта қарады. Әлгі әйел тағы қарап тұр. Ақырын айнаға жақындаған Айжамал өз түрінен өзі шошып кетті. Жаңағы ұсқынсыз әйел өзі екен. Сол жақ көзі ісініп, жұмылып қалыпты. Бет-аузы көгерген. Көзінің жасы жерге тырс-тырс тамып жатты. Бетін басып тұрып қалды. Қанша тұрғаны белгісіз. Бір кезде көз жасын сүртіп, сыртқа шығуға ыңғайланды. Есікті ақырын ашып еді, көбір-көбір еткен дауыс естілді. Шығуға ыңғайсызданып тұрып қалды. Ас үйдегі екі әйелдің дауысы енді анық естіле бастады. Бет-аузынан сау-тамтық жоқ. Көзі көгеріп кеткен. Әбден соққы жепті. Сұмдық қой. Балғабектің ондай жоқ еді ғой. Оған не көрінген? Денем тітіркеніп кетті ғой. Құрсын, кім білсін. Бекер ұрмаған шығар. Адам жайдан-жай таяқ жейме. Бірдеңе білдірмесе. Иә, деймін-ау, әйелдің өзі кінәлі. Соған повод берген. Бір бәлесі барды да, әйтпесе құрдан-құр ұрмайтын шығар. Екі әйелдің әңгімесі Айжамалдың жарасының үстіне тұз құйып жібергеннен бірдей болды. Өңешіне өксік кептелді. Таяқ жегені аздай, бәріне осы кінәлі екен ғой. Сөзде тиек жоқ қой шіркін. Адам кейде ауыз өзімдікі екен деп аузына келген соғады. Істің ақ-қарасын ажыратпай жатып, айыптауға біреуге кінә артуға шебер. Мына отырған екі әйел де тура бір сотта отырғандай, бір айыптаушы, екінші сот орындаушысы болып, өздері үкім шығарып отыр. Айжамал ашуланып кетті. Не деп оттап отырсыңдар деп, екі әйелдің жанына жетіп барғысы келіп, есікті ашып қалды. Жаңа ғана үкім шығарып отырған әйелдер орындарынан атып тұрып, Айжамал, тұрдың ба? Қалай ұйықтадың? Кел, сені демалып алсын деп оятпап едік, деп түк болмағандай сөйлеп жатыр. Жақсы, деді жақтырмай. Айжамал, танысып қой, менің нағашы апам. Жанар. Айжамал, сәлеметсіз бе, деді басын изеп. Іші неменеге бәлсініп тұрмын. Бұлардың не жазығы бар деп ойлады. Әжетхана үйдің артында. Ит байлаулы тұр. Қорықпа, деді жұпар. Айжамал сыртқа шықты. Ауа райы бұзылып, аспан түнеріп тұр екен. Күн жауатынға ұқсайды. Бір кезде жаңбыр тамшылай бастады. Денесі суықтан тітіркеніп кетті. Жұпар Айжамалды шайға шақырды. Шай құйып отырып, екі әйел әңгімеге тартпақ болып еді. Айжамал жартып ештеңе айтпады. Әңгіме айтуға зауқы да, көңіл күйі де болмады. Тамағынан ас өтер емес. Бір кесе шайды ішті де орнынан тұрды. Кеше түннен бері өзіне пана болған көз жасына куә болған түпкі бөлмеге кіріп кетті. Ешқайда кете де алмайды. Құжаттарды да, поездың қайтар билеті де Балғабектің қалтасында. Түсауа Балғабек те келді. Кешегідей емес, есін жиыпты. Түнмен тойда болып, Мәдидің үйінде қонып қалған еді. Есін жиғанда Айжамалды алып кетуге келгендегісі ғой. Айжамалдың бетіне қарауға дәті бармады. Не істегенін түсінген секілді. Айжамалда тіс жармады. Үндемеген екі күйе заттарын жинады. Балғабек біраз жыл көрмеген қарындасынан да ұялып барады. Поездың жүрер уақыты да жақындап қалған. Жұпарға рахметін айтып, Айжамал екеуі пойызға отырды.
Кісі көргісіз түрінен ұялған Айжамал бет-аузын орамалмен жасырып әлек. Құжат тексерген жолсеріктің біртүрлі қарағанын сезген Айжамал жол апатына түстім деді ыңғайсызданып. Жолсерік Балғабекке Айжамалға бір қарады да ары қарай билет тексеруін жалғастырды. Поезд жүрген кезде Айжамал жоғары шықты да бүркеніп теріс қарап жатып қалды. Поезд таң ата қалаға да жетті. Айжамал ата-анасының үйіне бармады. Мына түрімен көрінуге дәті бармады. Ата-ананың жүрегін ауыртқысы келмеді. Арманды Балғабек өзі апарып алып келді. Әрине, кінәсін түсінген Балғабек тағы да кешірім сұрады. Бәр кінәні араққа жапты. Екінші ішпейтін болып өлердегі сөзін айтты. Айжамал көрші көлеңмен жасырынып, бір аптадай үйінен де шықпады. Көз көрген жанның бәрі екеуін айранда үйған отбасы деп ойлайтын. Өйткені Айжамал үйдің берекесін келтіріп отыратын. Көрші көлемге ағайынға сыйлы болды. Үнемі үйі жинаулы, тамағы асулы. Есік алдын қора қоспысыны да тап тұйнақтай ұстайтын. Ешқашан жан адамға отбасы жайлы, Балғабектің іс-әрекеті жайлы айтып көрген жан емес. Осы оқиғадан кейін де ата-анасының үйіне қайтуды, ажырасу жайлы мүлдем ойлағанда жоқ. Өзім тидім, енді шыдау міндетім деп сендірді өзін. Ұлына әкесіз деген атты жамағысы келмеді. Балғабекке мүлдем суып кетті. Тек ұлым үшін өмір сүремін деп серт берді. Өз-өзіне бейшара келіншек тағдырдың жазғанына көнді. Балғабектің қызғаншақ мінезінен бұрында аз сөйлеп, аз күлетін келіншек енді мүлде тұйықталып кетті. Оның үстіне анасы 2 ай төсек тартып жатып, о дүниелік болды. Анасының өлімі әкесіне де ауыр соққы болды. Дәрігердің нұсқауы бойынша әкелері үнемі дәрігердің бақылауында болу керек екен. Әкесі қара шаңырақты тастап кеткісі келмеп еді. Әлима әкесін көндіріп, аудан орталығына көшіріп алды. Бұл кезде жездесі Асан да жазасын өтеп келген болатын. Анасынан айырылған Айжамал енді күлтікі дегенді ұмытты. Тек іштей тына берді. Тіпті әпкесі Әлимаға да өз өмірі жайлы тіс жармады. Сәуір айында 2-ші ұлын дүниеге әкелді. Атын Азамат деп Балғабек өзі қойды. Жылдар жылжып өтіп жатты. Балғабектің туған інісі Асылбек оқуын аяқтаған. Сүйген қызына үйленетінін айтқанда ағасы мен жеңгесі қатты қуанды. Асылбек келіншегін өзін өсірген әкесінің інісінің үйінде түсірді. Әкесінің інісі осы ауылдан 250 шақырым жерде тұратын. Балғабек пен Айжамалда тойдың ішінде болды. Тойда тілек айтқан адамдардың бәрі екі жігіттің ата-анасын еске алып көздеріне жас алды. Жарықтықтар жақсы адамдар еді. Өмірден жас кетті. Олдарының қызығын көре алмай кетті. Бүгін бір аунап түскен шығар. Жатқан жерлер жайлы болсын. Алла алдынан жарылқасын. Ата-аналарың сендердің тату болғандарыңды, азамат болғандарыңды қалады. Ата-ана үмітін ақтарсыңдар. Міне бүгінде Балғабек 2 баланың әкесі. Ағаңның жолын беріп, сендер де үбірлі-шүбірлі болыңдар деп тілек айтысты. Көп тілеуі көл дегенмен, осы тойдан кейін 7 жыл өтсе де Асылбектің келіншегі құрсақ көтермеді. 2 жылдан кейін Айжамал тағы бір жігітті дүниеге әкелді. Ал әкесі Жомарттың жағдайы жақсы. Әлиманың қолында тұрады. Аудан орталығындағы ақсақалдар алқасының төрағасы. Балғабек пен Айжамал орталық көшеден 4 бөлмелі үй алды. Балғабектің табысы жақсы. Қызғаншақ күйеуі Айжамалға сол күйі жұмыс істеуге рұқсат бермеді. Бірде Әлима жұмыс бабымен аудан орталығында орналасқан емханаға келді. Өзімен бірге оқыған жігіт бас дәрігері болатын. Екеуі біраз әңгімелесті. Өткен кеткенді еске алды. Кенет бас дәрігер: "Әлима, осы Айжамалдың жағдайы қалай?" деп сұрады. "Жақсы, оны неге сұрадың?" деп таңданысын жасыра алмады Әлима. Бас дәрігер үнсіз: "Қазір қайда тұрады?" деді сәлден соң. Көрші ауылдың жігітіне тұрмысқа шыққан. 3 ұлы бар. Күйеуі жақсы жігіт. Ата-анасы ерте қайтып жетім өскен екен. Хамит: "Айжамалға бірдеңе болды ма? Аяқ астынан не сұрадың?" Дәрігер ойланып қалды. 2 ай бұрын Айжамал біздің емханаға хирургке келіпті. Дәлізде кезек күтіп отыр екен. Мені көріп ыңғайсызданып қалды. Кабинетке ертіп келіп біраз сөйлестік. Баяғы ерке Айжамал емес. Мінезі қатты өзгеріпті. Хирург жақын досым ғой. Рентгенге түсірген екен. Төс сүйегі сынған. Хирургке
Қараңғыда аяғым шалынып құлап едім депті. Әлиманың көзі бақырайып кетті. Ол жайлы естімеппін. Көрмегелі біраз болып еді. Маған неге соқпаған екен? Төс сүйегі сыныпты дейсің бе? Енді қалай болды? Деді шошып. Әлима, уайымдама. Ол өзі ақырын бітіп кетеді. Менің айтайын дегенім басқа. Хамит, адамды шошытпашы. Әлима, сенен несін жасырайын? Айжамал өзімнің қарындасымдай ғой. Көз алдымызда өсті. Айтайын дегенім, бұл құлағаннан болған сынық емес. Хирургте солай деп отыр. Қатты соққыдан болған. Сонымен қоса денесінде көгергеннің іздері де бар екен. Жағдайы қалай дегенім сол еді. Айжамал бірдеңені жасыратын сияқты күйеуі қол көтеретін болуы керек. Жоқ, Балғабек ондай жігіт емес. Мүмкін емес деп Әлима үнсіз отырып қалды. Әлима, саған ескертіп қояйын дегенім ғой. Әйтеуір абай бол. Әйелге қол көтерген еркек оңбайды. Әйелге қол жұмсау әлсіз еркектің ісі. Әлима, жылама. Алдымен Айжамалмен сөйлесіп, анық қанығын біліп ал, деді Хамит. Әлима бас дәрігерге рахметін айтып сыртқа шықты. Ішінен мүмкін емес деп ойлады. Бірақ жүрек түпкірінде бір күдік ұя салды. Сол күні соңғы автобуспен Балғабектің ауылына жол тартты. Әлиманың келгеніне Айжамал мен Балғабек қуанып қалды. Әлима әпкесін сағынып қалыпты. Көрмегелі 2 айдан асқан еді. Әлима бұрынғыдай емес. Жан-жағына барлай қарады. Үй іші мұнтаздай таза, көп зат болмаса да жинақ орналастырылған. Сіңілісінің тазалығына риза болды. Шай үстінде Әлима күйеу баласы мен сіңілісінің көз қарастарын сөздерін бақылаумен болды. Бәрі дұрыс сияқты көрінді. Балғабек бұрыннан сөзге шорқақ еді. Әшейінде көп сөйлемейтін Айжамал әпкесі келгелі қуаныштан ба әйтеуір әңгімесі таусылмады. Әлима ой үстінде. Әпке, көңіл күйің жоқ қой. Бірдеңе болды ма? Бажам қалай, деді Балғабек. Жақсы, деді Әлима жақтырмай. Әлиманың жақтырмай қараған Балғабек те байқады. Іші қылп ете қалды. Тағы бірдеңені білдірермін деді ме, қой мен малдарға шөп салайын деп сыртқа шығып кетті. Балалар бөлмелерінде ас үйде Әлима мен Айжамал оңаша қалды. Әпке дайым-ау, өзіңді сондай сағынып кеттім ғой. Анамның жоғы да жаныма батады деп Әлиманың иығынан құшақтады. Жамалжан, екеуміздің сөйлесуіміз керек. Жарайды, менің де айтарым бар өзіңізге. Айта ғой. Жоқ, сіз бастаңыз. Жамалжан, неден бастарымды білмей отырмын. Әпкежан, қорқытпаңызшы, жаным-ау, анамыз өмірден өтті. Жарықтық жақсы адам еді. Ешқашан бетімізден қақпады. Аналық махаббатын аямады. Біз үшін отқа да суға да түсуге дайын еді деп Әлима әңгімені әрден бастады. Анамыз үнемі сендердің көз жастарыңды көрмесем деуші еді. Біздің бақытты болғанымызды қалады. Сондықтан сені танымайтын жерге барса тағы қалай емес, одан да көз алдымызда болсын деп Балғабекке тұрмысқа шыққаныңды қалады. Осы уақытқа дейін оның жаман қылығын көрмедім. Бірақ Айжамал әпкесінің нені меңзеп отырғанын түсінді. Үндемей төмен қарады. Айжамалым-ау, менің жалғыз бауырымсың. Артымнан ерген алтынымсың. Сенің табаныңа кірген тікен менің маңдайыма кірсін. Сенің жылағаныңды көргім келмейді. Сен үшін мен жауаптымын. Анам өмірден өтерінде Айжамал мен әкеңе бас көз бол. Екеуін назардан тыс қалдырма. Сендер бақытты болсаңдар, мен де көрімде тыныш жатамын деп әкең екеуіңізді маған аманаттап кетті деп Әлима көзінің жасын сүртіп, Айжамал еңкілдеп жыладай дейсің. Әй жалған-ай, ішінде біраз дүние толып қалыпты. Анашым-ай, ол жақта да бізді ұмытпай жатқаның-ай, жаным-ау, деп Айжамалдың көз жасы көл болды. Әпке, анамыз көз жұмар алдында мені оңаша шақырып алып, қайта-қайта кешірім сұрады. Мам, неге кешірім сұрайсыз? Қайта мен сізден сұрауым керек қой. Мам, менің артық қылығымды кешіріңіз деп едім. Анашымыз, қызым, сені тұрмысқа шығуға мәжбүрлегенім үшін кешірім сұраймын. Дұрыс дедім бе? Дұрыс болды ма? Осы ой жанымды жегідей жейді. Менің көңілімді қимай тұрмысқа шықтың. Сол үшін кешірім сұраймын. Сенің тек бақытыңды көргім келеді деген еді. Анаға деген сағынышқа, Балғабекке деген
Іште қалған кекпен ыза араласып, Айжамал ұзақ жылады. Бір кезде Әлима сіңілісінің шашын сипап отырып, Айжамал, шыныңды айтшы, сен бақыттысың ба деп сұрақты төтесінен қойды. Айжамал үнсіз. Әлиманың көкейіндегі күдігі расталайын деді. Жамалжан, деді сұраулы жүзбен. Әпке, оны неге сұрадың? Деп Айжамал басын көтерді. Жамалым-ау, сол күні саған Балғабек туралы ең алғаш айтқан мен едім. Балғабекті саған жақсы жар болады деп ойладым. Сол ісіме кейде өкінемін. Әсет туралы да кейін естідім. Саған сенің махаббатыңа қастандық жасағандай сезінемін өзімді. Сен бақытты болуға тиіссің ботам. Шыныңды айтшы, Балғабек саған қол көтере? Айжамал, жасырмай айтшы, күнім. Айжамал төмен қарап біраз отырды да, жоға, оны қайдан шығардыңыз? Балғабек мені сыйлайды, қамқорлық жасайды. Мен бақыттымын, Аллаға шүкір, 3 ұлым бар. Бұйырса әпкетай тағы да бөпелі боламыз, деді езу тартып. Әлима қуанып кетті. Жаным-ау, сол, сен үшін қуаныштымын деп Айжамалды құшағын алды. Айжамалдың көзінен мөлт жас тамып жатты. Айжамал 4-ші ұлын босанарда қатты қиналды. Бала өз кіндігіне оралып қалып, білікті дәрігердің арқасында аман-есен дүниеге келді. Айжамал көп қан жоғалтты. Әлима сіңілісі үшін жанын шүберекке түйіп жүріп, таныс дәрігермен сөйлесіп Айжамалдың жанын аман алып қалды. Әрине, әуелі Алла, одан кейін ақ қалатты абзал жандардың тәжірибелігі ана мен баланы аман есен қауыштырды. Уақыт шіркін тоқтаусыз өтіп жатты. Әділет жасқа толды. Айжамал ұлының туған күніне дастархан жасау үшін дүкенге келіп, сауда жасап тұрған. Дүкенді басына көтере бір жігіт кірді. Балғабекпен бірге істейтін Қали есімді жігіт екен. Қызыңқырап алыпты. Бұрында осы жігітті суқаны сүймейтін Айжамал тыжырына қалды. Айжамалды көргеннен тиісетін әдеті бар. Қалиға Айжамал ұнайтын. 1-2 рет ыңғай танытып еді. Айжамал сол сәтінде-ақ сөзбен орнына қойып тастаған. Содан бері Айжамалға іштей қыжылы бар. Сұлу сүйіп үйреніп қалған менмен жігітті Айжамалдың өзін менсінбеуі еркектік намысына тигенімен бірдей болды. Содан бері Айжамалдың өш алатын сәтті күтуде. Күйеуінің мінезін жақсы білетін Айжамал Қалидың жұмысқа ойын Балғабекке айтпады. Қали бүгінде ескі әдетіне басып, «Охо, кімді көріп тұрмын? Балғабектің сұлу екен ғой. Иә, сұлу келіншек, не істеп жүрсің?» деп сөзбен қапыта бастады. Өзі Айжамалды көзбен ішіп жеп барады. Айжамал жақтырмай оқты көзін қадады да бұрылып жүре берді. Ләмим демей дүкеннен шығып бара жатқан Айжамалдың артынан, бар, қайда барасың? Мұрнын шүйіруін қарашы, мені білмей жүр екенсің. Әлақ көзіңе көк шыбын үймелетермін, деді тістеніп. Соңғы кездер Балғабек жиі ішіп келетінді шығарды. Әкелерінің ішіп келіп шу шығаратыннан ұлдары қорқып қалған. Ұлдың үлкені Арман 12 жасқа келді. Бала болса да біраз нәрсені түсінетін жаста. Өте ақылды. Бала болып ойнағаннан гөрі анасына көмектесуге даяр тұрады. Өзінің үлкен екенін біледі. Айжамалда үнемі осы ұлына үлкен жауапкершілік артады. Ұлым, сен үлкенсің. Әкең екеуміздің қолғанатымызсың. Бауырларыңа әрдайым бас көз бол деп үйретіп отырады. Бірде Арман, анашым, неге әкем арақ ішеді? Неге сізді жылатады деп қойып қалды. Қапелімде не деп жауап берерін білмеген Айжамал, балапаным, әкеңнің жұмысы ауыр, шаршайды. Оған мән берме, енді ішпейтін болады. Кейде мен де әкеңді ашуландырып аламын. Әкең сендерді жақсы көреді. Сен тек бауырларыңа абай бол. Мен саған сенемін. Сен ақылды баласың ғой, жаным, деді ұлын құшағына қысып. Анашым, Дәулеттің әкесі анасына қаладан туған күніне гүл мен әдемі сақина әкеп беріпті. Кешке ойнап жүргенде айтты мақтанып, анашым, сізге әкем гүл берді ме? Әрине, қашан мен көрмедім ғой. Сен кішкентай болғанда. Анашым, мен өскенде сізге мынандай гүл әперемін. Сосын сізге әдемі сақина әперемін. Жаным-ау, ақылыңнан айдалдым ботам. Күнім менің. Айттым ғой, сен менің нағыз ақылды балапанымсың. Әділет ояндау деймін. Қарап келші, деді анасы.
Бір кезде далада асық ойнап жүрген екі ұл Азамат пен Асқар таласа күліп, «Анашым, бізге су беріңізші» деді ентігіп. Оларға су апарып берген Айжамал, «Жандарым-ау, сонша терлепсіңдер ғой» деп еді. Екі ұлы жарыса, «Анашым, біз күшті ойнап жатырмыз, біз кеттік» деп жүгіре жөнелді. Ұлдарының артынан мейірлене қарап тұрған Айжамалдың басы айналғандай болды. Басын ұстап ақырын орындыққа отырды. Соңғы кездері басы жиі ауыратынды шығарды. Балғабек соңғы кездері ішуді жиілетті. Балғабекті араққа ауыздандырып жүрген Қали еді. Қали өзі де ішімдікке үйір. Арақтан аузы құрғамайды. 2 рет үйленіп ажырасқан. Жақында 3-ші рет үйленеді. Өте қу, өлетін жерінде білетін адам. 2 күннің бірінде түрлі сылтау тауып Балғабекке ішкізіп жібереді. Міне, бүгін де 5-6 жігіт жұмыстан кейін қастарындағы бір жігіттің ұлды болғанын жуып отыр. Алып қоймен жігіттер біраз жерге барып қалды. «Әй, Жақа мәләдес, еркектен еркек туады. Во, нағыз еркек екенсің. Ұл тудырдың, Балғабектің жолын берсін». Қали мысқылдап күлді. «Қалеке, не болды саған? Неге күлесің? Самат дұрыс айтады» дейді біреуі. «Ей Қали, сен маған күліп отырсың ба? Алдымен мен сияқты 4 ұл тудырып ал. Білдің бе?» деді Балғабек саусағын шошайтып. «Тудырсаң не бопты? Бәрі өзіңдікі екеніне сенімдісің бе?» деді Қали. «Ей оңбаған, сене оттап отырсың. Қойыңдар» деді Самат. «Айжамалға тіл тигізбе, Қали, ұят болады» деді Темірхан. «Кім оңбаған?» деп Қали де қояр емес. Көзі аларып кеткен Балғабек орнынан атып тұрып, «Сені оңбаған, аузыңа келгенді оттаған Айжамал менің қатыным. 4 бала да өзімдікі. Білдің бе?» Қалиға да керегі осы еді. Әдейі тағы да мырс етті. Оның мысқыл күлкісі Балғабектің одан әрмен шүйкесіне тиді. Бірден Қалидың жағасына жармасты. Қали да қалысар емес. Жігіттер ажырата алмай әлек. Екеуі де дес берер емес. Бір кезде алысып жүріп ажыраттау әйтеуір. Екеуін екі жаққа алып кетті. Балғабекті Самат ертіп кетті. Жолда Самат Балғабекті тоқтатып, «Балғабек бауырым, көңіліңе алма. Қалиді білесің ғой. Ол әдейі айтты. Оның жүрген жері сылаң. Сені көре алмайды. Өткенде бастық сені мақтағанда да іші күйіп әрең отырды. Сондықтан ағалық ақылым ғой. Осы Қалиға көп үйірсек болма. Біздің үйге жүр. Жеңгең шай дайындап қойған шығар» деді. Міне, нағыз жанашыр адамның сөзі. Балғабек барудан бас тартты. Кетерінде Самат, «Жақсы, өзің біл. Тек үйге барып келіннің мазасын алып жүрме» деп ескертті. Балғабек тіке үйіне тартты. Көзі қызарып кеткен, 2 жұдырығын түйіп, тісін қайрап келеді. Айжамал кешкі асты дайындап күйеуін күтті. Үйде кішкентай 1,5 жасар Әділетті екеуі ғана. 3 жылды қысқы демалыс болған соң Әлима қалаға қыдыртуға ертіп кеткен. Балғабек кешіккенге уайымдай бастады. «Құдайым-ау, бүгін тағы ішіп келмес екен» деп тіледі іштей. Ұлын шомылдырып бесікке бөледі. Осы ұлын 2 жасқа дейін емізбекші. «Сүт кенжем ғой» деді үнемі. Анасының тәтті сүтін емірене еміп алды да балапан тәтті ұйқыға кетті. Жалғыз адамға аста батпайды екен. Айжамал кешкі асты ішпей әлі күтіп отыр. Теледидарды қосып біраз жаңалық көрді. 2 көзі сағатта. Бір мезгілде есіне бір нәрсе түскендей ескі кітаптар жиналған 3 шкафты ашты. Іздегенін тапты. Қолына махаббат, қызық мол жылдар кітабын алды. Сырты ескірген қалың кітапты қолымен сипады да көкірегіне басты. Бұл кітап Айжамал үшін ерекше ыстық еді. Алғаш танысқан жылы 8 наурыз мерекесіне Әсет осы кітапты сыйға тартқан. 15 жылдан аса уақыт өтсе де, сол күн әлі бүгінгідей көз алдында. Қызық сонша, жылдан кейін неге бүгін осы кітап еске түсті? Бұл кітапты қолына ұстамағалы да біраз жыл болыпты. Өткен күндер көз алдынан киноның лентасындай өтіп жатты. Кітапты ашқанда алғашқы бетіндегі жазу көзіне оттай басылды. Дәл сол сәтте есікті біреу сындырардай тарсылдатып ұра жөнелді. Айжамал қалай орнынан атып тұрғанын сезбей де қалды. Аяқ-қолы қалтырап кетті. Кітапты тастай салды да есікке жүгірді. Кітаптың ішінен күлімдеген жас жігіттің суреті ұшып барып диванның қуысына түсті.
Оны Айжамал байқаған да жоқ. Аш есікті, аш деймін. Балғабектің өктем даусы. Жай баланы оятасың, деді Айжамал. Өй балаңның сенің. Бала деп қапты ғой. Бала өлмейді. Бала кімнен? Кім әкесі деп Айжамалды шаштан ұстады да жерге атып ұрды. Айжамал ештеңені ұғып та үлгермеді. Жерде жатқан Айжамалды аяқпен теуіп жіберді де, кіммен ойнас жасадың? Адам аузы бармайтын сөздер кетіп жатыр. Кіммен деймін? Мені алдайын деп едің бе? Деп шаштан сүйрей жөнелді. Балғабек, не айтып тұрсың? Жіберші, құлың болайын. Бала оянып кетеді. Өй әкеңнің. Орнынан тұрып бара жатқан Айжамалдың пештің алдында тұрғаны көсеумен сауып қалды. Темір көсеу Айжамалдың басына тиді. Қан сау ете қалды. Енді қарсыласпа, өлетін еді. Енді қарсыласпаса өлетін еді. Ызақы булыққан Айжамал бар күшін жинап алдында тұрған орындықты алды да Балғабекті бір ұрды. Айжамалдан ондайды күтпеген Балғабек шалқасынан түсті. Айжамал далаға қаша жөнелді. Көшеге емес, қора жаққа қашты. Балғабек үйге қайта кіріп, ас үйдегі шкаф сөрелерін ақтара бастады. Бір жұтым арақ іздеп еді, таппады. Жатын бөлмедегі шарылдап жылап жатқан балаға да мән берер емес. Ах бәлем, сені ме? Көрсетем әлі саған. Көзіңе көк шыбын үймелетем деп аузына келгенін айтуда іздегенін таппаған Балғабек қисаңдаған күйі көшеге шықты. Қаңтардың қақаған аязында сыртқы есік аңқиып ашып қалды. Балғабек көшенің иттерін шулатып дүкенге қарай кетіп барады. Көрші тұратын Ажар апа осы уақытта дәрет қысып сыртқа шыққан еді. Балғабектің үйі жағынан шыққан шуды құлағы шалып қалды. Дереу үйіне барды да шалын оятты. Қайдар, көрші Балғабектің үйі жағынан шу естідім. Барып келші, тыныш тақпа екен, деді. Қайдар ақсақал үстіне сырт киімін іле сала шығып кетті. Ажар апа да үйде демалып тауып отыра алмай шалының артынан ерді. Ұлы мен келіні қонаққа кеткен. Қайдар ақсақал көршісінің үйіне келсе есік шалқасынан ашық жатыр. Артынан ерек келген Ажар апа, ой бұ, қағаған суықта есік ашық қалған ба деп сөйлеп жүр. Балғабек келін деп дауыстап еді, үн жоқ. Ішке кіргенде түпкі бөлмеде жылап жатқан баланың даусы естілді. Ажар апа бірден солай қарай жүгірді. Бесіктегі бала жылай-жылай әлсіреп қалыпты. Жаным-ау, мына бала әбден жылапты ғой. Әке шешесі қайда жүр? Айналайын, болды, жылама. Қазір сені бесіктен шешіп аламын деп баланы бесіктен шеше бастады. Бала да анасынан айырылғанын сезгендей безілдеп жылай берді. Қайдар ақсақал бар бөлмені аралап келді де, әй, түге мыналар қайда кеткен? Үйде тірі жан жоқ, деді. Қора жақта қара әжетханаға кетті ме екен? Мына баланы сонша жылатып, бұлар не болған? Деп әже сөйлеп жүр.